Саламатсыздар ма? Біз өзіміздің Javaдағы сабағымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Біз өткен сабақта экранға шығару методымен танысқан болатынбыз. Естеріңізде болса. Ал бүгінгі сабақта біз Javaдағы айнымалылар типтерімен танысамыз. Бұларды білу өте маңызды. Негізінде айнымалылар типтері Javada C++-тағыдай және де PHP тағы басқа сондай тілдердегідей барлығы ұқсас болып келеді бір-біріне. Яғни барлығында double бар, барлығында int бар. Тек Pascal'да, Turbo Pascal'да олар аттары сәл өзгеше болады. Мысалы int'ті integer дейді. Ода тағы көп тағы қойыңыз. Біз қазір қарапайым көп қолданылатын айнымалылар типтерін қарастырайық. Біріншісі double. Double негізінде өтірі бар сандармен жұмыс істеуге арналған айнымалы типі. Яғни өтірі бар, өтірі жоқ болсын, ол бәрібір жұмыс істейді. Мысалы x тең 3.14 десек. Бұл қате бермейді. Және бұны экранға шығаратын болсақ, system.out.println x. Мынау деген сөз экранға шығару методы, println деген. Ал x дегеніміз, яғни ол айнымалы. Яғни бұл қазір экранға не шығаратынын білетін шығарсыздар. Білмесеңіздер, x-қа не меншіктеліп тұр? 3.14 меншіктеліп тұр ғой. Сол 3.14-ті экранға шығарады. Яғни қазір қысқартысылайын мұны. Так. Окей. Экранға 3.14 шығарады. Double осындай өтірі бар сандармен, нүктесі бар сандармен жұмыс істеген жақсы. Яғни қалай айтатын еді, математикада ұмытып қалдым ғой. Мейлі. Дәл сол сияқты бізде, дәл сол сияқты емес, яғни айнымалы типі бар, int деген. Бұл int бүтін сандармен жұмыс істеген жақсы. Яғни мысал ретінде y тең, мысалы 4.14 дейтін болсақ, бұл қате береді. Себебі бұл нүктесі бар сандармен жұмыс істемейді. Өйткені типі сәйкес келмейді. Бұл бүтін сандармен жұмыс істейді. Бұны экранға шығару үшін мен жай ғана мынаны алып көшіре салайын. Және экранға жіберейін. Run дейік. Run бізде болады, окей. Мына біздің double'ымыз болады. Мына біздің int'ымыз болады. Дәл сол сияқты тағы да бір айнымалы тип бар. Яғни қатармен жұмыс істеуге арналған. Ол string деп аталады. String z айнымалысын қолданайық. String айнымалы типі бұл қатармен жұмыс істеуге арналған. Яғни z-ке меншіктейік, мысалы бір сөзді, мысалы сәлем дейтін болсақ, осыны экранға шығару үшін system.out.println так, z. Яғни string осындай бір қатарлармен жұмыс істеуге арналған. Яғни қазір жіберетін болсақ, бізде окей. Бізде экранда консольда мынандай пайда болады. Яғни double, int және string. Және мысал келтірем, бір эксперимент. Мысалы string және int алайық.
қазір бізде int-та 4 деп шығып тұр. Және мынада да 4 деп шығарсақ болады. Яғни жолмен жұмыс істеуді, яғни stringда. Run дейік. Окей. Ода да 4 дейді. Бірақ мына 4 басқа, ал мына 4 басқа. Себебі бұл жерде мына 4 математический 4 болып табылады, кәдімгі сан ретінде. Ал мына жердегі 4 бұл символ болып табылады. Яғни былай жазатын болсақ, осы 4 деп. Және жіберместен бұрын дәл сөйтіп мынада жазатын болсақ, екеуінің айырмашылығы біліне бастайды. Окей. Интіміз біз 4 қосу 4 еді ғой. Ол қосылды математический болғандықтан. Ал стрингдағы бұл символ ретінде экранға шығара береді. Яғни 4 десек 4 деп шығара салады. 4 қосу 4 десек 4 қосу 4 деп шығара салады. Және тағы басқалары. Жалпы бүгінгі сабаққа осы. Келесі сабақта жолыққанша жақсы.